Сәлем достар, сіздермен бірге Kitchen by Жанар каналы. Сіздермен бүгін біз өте дәмді кучеряви тортын жасайтын боламыз. Егер видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып достарыңызға таратсаңыздар өте жақсы болатын еді. Қолдауларыңызды күтемін. Біз бүгін бұл торттың құрамы өте оңай, барлық жерден табылады. Тестасын жасау үшін бізге 6 жұмыртқа қажет. Ағы мен сарысын ажыратып аламыз да тек қана ағын құйып бірінші миксермен ұзақ уақытта араластырып, яғни көпіршіп қоюланғанша араластырасыздар. Мінекей осылай араластыра бересіздер, сол кезде өзі қоюлана бастайды. Және осы қоюланған, міне көрдіңіздер ме, осылай қоюлану қажет. Үстіне қант қосасыздар, тәттілігіне байланысты. Сосын оны тағы да миксермен араластырсаңыздар, ол қоюланып, жылтырланып шығады. Және үстіне жаңағы алып қалған жұмыртқамыздың сарысын қосып тағы да миксерлейміз. Кішкене ғана, ұзақ емес, кішкене. Сосын үстіне 2 ас қасық сұйық май құямыз да тағы да кішкене араластырып жібереміз. Сосын дайындап қойған ұнымызды, яғни керегінше ұн қосасыздар. Қаймақ сияқты қою болу қажет. Сосын қамыр қопсытқышты осы қамырмен бірге қосасыздар. Сосын бірге барлығын араластырасыздар, көп араластырмаңыздар. Сосын кішкене араластырсаңыздар, өзі қоюланып шығады. Сосын осы уақытта печкамызды қыздырып қоямыз кішкене, және табаға құямыз. Бір келкі жайылу қажет. Сосын 180 градуста 30 немесе 35 немесе 40 минутта пісіріп аласыздар. Мінекей пісіп шыққан біздің бәлішіміз, яғни бәліш сияқты болады бұл енді. Сосын оны бір келкі қылып ұзыннан кесіп аласыздар да, сосын әр қайсын жеке 4 бұрышты етіп, бірдей қылып кесіп аласыздар. Мінекей осылай кесіп бір жерге жинап қоясыздар. Осы уақытта біз салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына бізге керегі қаймақ 500-600 грамм 15%, және қантты да тәттілігіне байланысты қосасыздар. Мен осы жерде кішкене қосқым келді, бірақ оны қоспадым. Өз еркілеріңіз, оны қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да. Сосын араластырып аласыздар. Мінекей бір ыдысқа жинайсыздар. Осылай жаңа дайындап қойған бәлішімізді салмасына батырып жағып шығасыздар. Мінекей бір келкі қылып осылай айналдыра қойып шығасыздар. Мінекей осылай үсті-үстіне қойсаңыздар, өзі биік болып шыға бастайды. Және жаңағы қалған салмасынан үстіне қасықпен құйып шығасыздар, бір келкі болу үшін. Мінекей осылай құясыздар, сонда ол тау болып астына қарай аға бастайды. Мінекей осылай, себебі барлығы бір келкі жағылу керек қой, крем. Сонда бір-біріне жабысып, тәтті әдемі болады. Осы уақытта сіздер шоколадты ертіп қоясыздар. Бір немесе жарты шоколадты алып ертесіздер де, оны осының үстіне қазір құятын боласыздар. Қандай түрі болса да барлық түрі жарайды. Жаңғақпен қосылған болса да, менде мына жерде жаңғақпен қосылған бірге. Сонда шоколадты алдым, мінекей үстіне осылай құйып шығасыздар. Және бұны өзіміздің мұздатқышымызға бір 5-10 минутқа салсаңыздар, өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.